Біз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтудың абзалдығын айтайық деп тұрмыз. Неге? Өйткені бұдан былай біз енді қайта не істей береміз? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбардың атын қайта айта береміз. Енді сол айтып атқан кезде пайғамбарымыздың атын естіп отқан адам не істеу керек? Естіп отқан адам саллаллаху алейхи уассалам. Естірту шарт емес, жай ерін жыбырлатып саллаллаху алейхи уассалам деп айтып отыру керек. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады. Мен осы хадиске осы сабақты арнайын деп тұрмын да. Әл-бахилу дейді. Мән зукирту индаху фалам юсалли алейхи дейді. Сараң деген дейді. Менің атым аталып отырғанын естіп тұрып дейді. Салауат айтпаған адам дейді. Сараң адам деген менің атымды естіп отырып салауат айтпаған кісіні не деп айтады екен? Сараң деп айтады екен. Бір нәрсе сұрап келіп тұрған кезде бермей жіберсе ше, ол сараңдық ештеңе емес дейді бұның қасында. Өйткені сараңдық бұл адамның табиғатында бар. Ал пайғамбарға салауат сәлемде сараңдық ше болмайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Менің атым естілген кезде не істе дейді? Салауат сәлем айтып отыр дейді. Енді қараңыздар, себебі бар ғой. Бұның себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір күні мінбарға көтеріледі мешітте отырған кезінде. Мешітте мінбарға көтеріледі де әмин деп айтады. Екінші рет екінші мінбарға көтеріледі, тағы да әмин деп айтады. Үшінші мінбарға көтеріледі, тағы да әмин деп айтады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әңгімесін бітіргеннен кейін уағызына Муаз ибн Жабал деген сахаба бар, білесіздер, Муаз ибн Жабал. Бұл үмметтегі ең фақих адам. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Қиямет күні бүкіл ғалымдардың имамы болып тіріледі дейді. Муаз ибн Жабал. Менің үмметімдегі адал менен арамды ең қатты, яғни фиқ қой, адал мен арам мәселесі. Ең қатты білетін кісі Муаз ибн Жабал. Білімге сондай керемет мұқтаж, махаббат қойған кісі болған. Сол тұрады да, Алланың есі бұл не қылған әминдер дейді ғой. Үш рет әминде, бұл не сыры бұда? Бұлай істемейтін едіңіз ғой. Деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, мен мінбарға қадамымды басқан кезде Жабраил алейхиссалам келді дейді. Сөйтті де айтты: ей Мұхаммед, Рамазан айына кіріп тұрып, күнәлары кешірілмей шыққан пендеге өкініш болсын деп айтты дейді. Рағима анфуху дейді, яғни мұрны жер ескесін деген ғой. Бұл жаман не сөз, андай сөз. Араб тіліне аударғанда бір жақсы емес сөз. Өкініш болсын деп айта берейік, ешкім жүрегін ауыртпай қой. Рамазан айы кіріп тұрып, күнәлары кешірілмей, яғни күнәсіне тәубе қылмай, қалай болса солай ораза ұстаған кісіге өкініш болсын дейді. Азаннан кешке дейін жатып алып, ағамыз айтқандай, Рамазанға Құдай қаласа жақсылап дайындалып жатырмын, бүкіл телесериалдар жинақ қойдым дейді. Сериалдар бар ғой ютубтағы, алма кезек көріп жатамын дейді кешке дейін, ауыз ашарға дейін. Соқса ол Рамазан болмайды ол. Ол сериал болады. Рамазан айының мақсатын түсіну керек адам. Мақсаты не? Құдайға жақындату ғой. Алла тағала аш қылып не істейін деп жатыр бізді бір ай бойы. Жоқ, Алла тағала бізді өзіне жақындатсын деп жатыр. Адамның қарны ашқан кезде кем кетіктің жағдайын түсініп, Құдайға деген мұқтаждығын сезіне бастайды. Үнемі тоқ жүретін адам оны не істейді? Қаперіне алмауы мүмкін. Көрдіңіз бе? Оның сіз Рамазан туралы бөлек әңгіме. Енді жалпы айтып жатқан. Екінші әмин деген себебім дейді. Жабраил алейхиссалам айтты: кімнің әке шешесі қолында бола тұрып, жәннатқа кіре алмаса өкініш болсын деп айтты. Рағима анфу, мұрны жер ескесін деп. Мен әмин деп айттым дейді. Яғни ол солай болады деген сөз. Көрдіңіз бе? Пайғамбар саллаллаху алейхи әмин деп айтып қойған уже. Яғни кімде кім әке шешесі тірі тұрып, разылығын алмастан дүниеден өтіп кететін болса, онда жағдай қиын болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әмин ішіне кіріп кетеді, өкініште болады. Ата-ананың разылығын неге жалғап қойған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Алланың разылығын жалғап. Алланың разылығы керек пе дейді? Әке шешенің разылығын алып ал дейді. Көрдіңіз бе? Енді бұл жаңағы шарғи мәселелерде басқаша болады. Қазір Сағат ибн Аби Уаққастың өмірбаянында келеміз. Радиаллаху анху. Үшінші әмин дегенім дейді, мінекей бүгінгі біздің тақырыбымыз. Менің, ей Мұхаммед, Жабраил алейхиссалам айтты дейді, сенің атыңның аталып отырғанын естіп отырып, салауат айтпаған кісілерге өкініш болсын, мұрны жер ескесін деп айтты дейді. Өте не екен? Қатерлі мәселе екен. Сондықтан баяғы сахабалардың заманында не дейді? Табиғиндардың заманында мешітте пайғамбардың аты айтылса, біз хорымызбен саллаллаху алейхи уассалам деп айтатын дейді. Қазір жұмада ой байлап уағыз пайғамбар туралы ешкім не істемейді? Салауат айтуға
іші жібермей ма, ұяла ма білмеймін не. Кейбір кезде осы салауат туралы айтып жатсаң, жұманың өзінде сол нәрсені естіп отқанның өзінде не істемейді? Аузын саллаллаху алейхи уассалам деп жыбырлатуға жарамай қалып жатады адамдар. Міне осы нәрсенің алдын алу үшін енді сіздер арнайы осы сабаққа келіп жүрген адамдар болғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға көп салауат сәлем есткен бойда не істе жайлап айтып отырыңыздар да, ойларыңыз бөлініп кетпейтіндей дәрежеде. Неге деген сұрақ қой енді? Неге? Өйткені пайғамбардың аты аталған кезде немесе пайғамбардың өзіне кім салауат айтады? Алла айтады екен, ғана қараңыздар. Алла тағала Құранда барлық құлшылықта бізге қарай айтады, хитап қылып бізге қарай айтады. Ей иман келтіргендер, я юхалладина аману. Жаңағы не? Ичтанибул хамр вал майс, не дейді? Аяттарда келеді ғой. Неден, арақтан, құмардан бас тартыңдар. Жоламаңдар. Ей иман келтіргендер, игілермен, ізгілермен дос болыңдар. Ей иман келтіргендер, ойнастық зинаға жоламаңдар, жақындамаңдар. Ей иман келтіргендер, намаздарыңды тұрғызыңдар. Ей иман келтіргендер, сендерден бұрынғыларға ораза парыз етілгендігі сияқты сендерге де парыз етілді. Ей иман келтіргендер, зекеттерің бәрін кімге айтып жатыр? Бізге айтып жатыр. Жалғыз ғибадат бар, Алла тағала өзінен бастайды оны. Қандай ғибадат? Пайғамбарға салауат екен. Алла тағала Құран кәрімде Ахзаб сүресінде айтты: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим." Инналлаха дейді, ана қараңыз. Инналлах, Алла тағала дейді ана. Ва малаикатаху, және оның бүкіл періштелері, Алланың бүкіл періштелері юсаллуна алан наби дейді. Пайғамбарға салауат айтудың үстінде. Юсаллуна деген мынау араб тілінде осы және келер шақта айтады. Бұл етістікті. Яғни қазірде айтып жатыр, болашақта да айта береді, қиямет күніне дейін айта береді. Кімге? Юсаллуна алан наби, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға, басқа пайғамбарларға емес, Мұхаммед пайғамбарға Алла тағала және оның бүкіл періштелері сәлем салауат айтып жатыр дейді. Ана қараңыздар. Алланың білеміз енді, Алла тағала жалғыз, бірақ періштелер ше? Періштелердің саны бар ғой. Оған сан жетпейді шығар, жер бетіндегі біздің санау құралдарымыз жетпейді шығар. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: жердегі Қағба сияқты көкте Бәйтул Мағмур бар дейді. Періштелердің тауаф қылатын жері бар дейді. Сол жерде бір күнде 70 мың періште не істейді? Тауаф қылады, шығып кетеді дейді. Кейін екінші күні екінші 70 мың келеді дейді. Ол ана кеткен 70 мың қайтадан не істемейді? Келмейді дейді. Ана қараңыз. Жаратылыс басталғаннан бастап қиямет күніне дейін есептей беріңіз ал. Оның бер жағында жаңбырдың тамшысын алып түсетін періште, желдің періштелері, жаңағы не бар? Қардың періштелері, адамды қорғаушы періштелер, буының қимылдататын періште. Кераман катибин бар, екі жақтағы жамандық жақсылық жазатын, дұрыс па? Періштелердің санын Алладан басқа ешкім білмейді, бірақ сол бүкіл періште кімге салауат айтып тұрады дейді? Ана қараңыздар. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып тұрады дейді. Көрдіңіз бе, қандай ұлы ғибадат. Барлығы болғаннан кейін енді кімге келіп жатыр? Бізге келіп жатыр Алла тағала. Я юхалладина аману, ей иман келтіргендер. Саллу алейхи ва саллиму таслима дейді. Сендер де пайғамбарға салауат айтып дейді, және сәлем жолдап тұрыңыздар дейді. Ана. Саллаллаху алейхи деп қойып қойма дейді. Уасаллам деген сөзді қос дейді. Толық қылып айт дейді. Қалай? Саллаллаху алейхи уасаллам деп толық қылып айт дейді Алла тағала. Көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар осы жердегі сырды. Алланың салауаты не ол пайғамбарға? Дұрыс па? Алла тағала салауат айтып жатыр деп жатыр, Алланың салауаты не пайғамбарға? Алланың пайғамбарға берген бүкіл нығметі қиямет күніне дейін алып қойған нығметтерінің барлығы сол салауат екен. Дұрыс па? Қандай нығмет? Бір жерде, жер бетінде пайғамбардың мұсылмандар өмір баянын айтпайтын жер бар ма? Жер бетінде. Пайғамбардың өмір баянын айтпай бірден тәпсірге кіретін жер бар ма жер бетінде? Түсінбейсің. Пайғамбардың өмір баянын білмей, басқа исламның ілімдерін түсінбейсің. Тәпсір керек па? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмір баян білмейінше қай сүренің қаяқта түскен білмейсің. Не себепті түскен де білмейсің. Көрдіңіз бе? Бүкіл ілім неге байланады? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянына байланады.
Бүкіл ілім исламдағы. Енді қараңыздар, сол адамдардың барлығы не істеп тұрады пайғамбарға? Салауат айтып тұрады екен. Міне Алланың нығметі берген пайғамбарға дүниеде өзі өмірден өтіп кетсе де не істеді? Нығметін қалдырды Алла тағала, мәртебесін биік қылып қалдырды Алла тағала пайғамбардың. Сол бүкіл жақсылығы Алланың, біз білетіні бар, білмейтіні бар, дәрежесі көтерді. Бұл Алланың салауаты екен. Періштелердің салауаты ше? Періштелердің салауаты тынымсыз пайғамбарға тілеген истиғфарлары мен дәрежесін көтеру дұғалары екен. Ана қараңыздар. Періштелердің салауаты осы екен. Салауат ше? Біздің салауатымыз. Біз саллаллаху алейхи ва саллям деп айтып жатыр. Тілге жеңіл, жақсы? Тілге жеңіл, ауыр ешқандай жоқ. Дәрет керек емес. Міндетті емес дәрет айту. Құбыла керек жоқ. Пробкада тұрсың ба? Музыка тыңдап отқанша босқа не істе? Салауат айтып отыр. Адамның салауаты дейді пайғамбар салам айтады. Инна салатакум закатун лакум дейді. Сендердің маған айтқан салауаттарың сендердің өздеріңді тазалайды дейді. Ал кімді тазалайды? Бізді Демек ол айтылған салауатқа пайғамбар мұқтаж екен? Біз мұқтаж екенбіз. Қалай біз мұқтажбыз? Үбәй ибн Кааб деген сахаба бар, білеміз баршамыз. Құранның ілімін ең терең меңгерген сахаба Үбәй ибн Кааб. Пайғамбар салам Құранды 4 адамнан үйреніңдер деп айтады. Дұрыс па? Соның біреуі кім? Біреуі емес, біріншісі соның Үбәй ибн Кааб деген сахаба. Сол Үбәй ибн Кааб кетіп бара жатса, пайғамбар салам шақырып алады екен, Үбәй бері кел деп. Алланың елшісі қандай қызмет? Құран оқып берші деп айтады. Алланың елшісі Құран сізге түсті ғой, мен қалай саған оқып беремін? Сенен тыңдаған жақсы көремін дейді екен, ана қараңыз. Пайғамбар салам бір адамнан Құран тыңдаған жақсы көретін болса, кімнен? Үбәй ибн Каабтан Құран тыңдағанды жақсы көреді екен, ана қараңыздар. Бұл тыңдау бар ғой Құранды, біз тұрып кете береміз Құран оқып жатса. Бұл құлшылық Құранды тыңдау. Егер құлшылық болмағанда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не істемейтін еді оны? Істемейтін еді олай. Құранды оқығанда, тыңдағанда ол жерде неге бөленеді? Тыныштық пен берекетке бөленеді. Сол Үбәй ибн Кааб келеді айтады ғой, Алланың елшісі дейтін аяттар түсіп жатыр ғой жаңағыдай. Салауат не деген. Мен түнде 1 сағат уақытым бар дейді, намаз оқитын. Жаңа дұға қылатын. Тахажжудтың уақыты болып тұр ғой. 1 сағат оқиды деген машалла, тахажжуд намаз дұғасы бар қасында. Қандай жақсы сахабалар. Сол айтады, Алланың елшісі, мен сол бір 10-15 минут салауат айтып қойсам бола ма дейді. Жаңа дұғамның ішінде. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Үбәй дейді, хәза хайрун, Үбәй бұл қандай жақсы нәрсе дейді. Күшті ғой сен түнде тұрып бұлай құлшылық істеуің. Бірақ дейді, фа ин зитта фа хуа хайрун лака дейді. Егер де сол салауаттың үстіне тағы да қосып салауат айтатын болсаң, 15 минуттың үстіне, сен үшін қайырлы дейді, ана қараңыз. Кім үшін? Сен үшін деп жатыр. Бір кетті ма? Екі. Алланың елшісі олай болатын болса, мен жарты сағат салауат айтам дейді. Жарты сағатын дұға қыламын, жарты сағат салауат айтам дейді. Хәза хайрун дейді пайғамбар салам. Бұл қандай керемет дейді, жарты сағат бойы салауат айту. Фа ин зитта фа хуа хайрун лака дейді. Егер де сен тағы да үстіне қосатын болсаң, өзің үшін қайырлы болар еді дейді. Олай болатын болса, Алланың елшісі жаңағы 1 сағат бар ғой, түгелімен салауат айтам дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, идан дейді. Tukfa hammuk va yughfaru laka zambuk. Алла бүкіл қайғы қасіретіңді не істейді? Сейілтіп тастайды дейді, ана қараңыз. Ішіңде не қалмайды? Ішіңде ешқандай ауру, дерт, қайғы, қасірет, мұңаю не қалмайды. Адамның іші мынадай болып жатыр, астан кестен болып жатыр да. Соны реттеп беретін нәрсе не екен? Пайғамбарға салауат. Дұрыс па? Біреулер көре алмаушылықтан таңға дейін ұйықтай алмайды. Біреулер уайымнан ұйықтай алмайды. Біреулер билігінен ұйықтай алмайды. Біреулер байлығынан ұйықтай алмайды. Біреулер басқа уайымнан ұйықтай алмайды. Ұйықтатпайды дүние. Бірақ сол ұйықтататын нәрсе не екен адамды? Пайғамбарға айтылған салауат жүрекке не әкеледі дейді? Жүрегіңдегі қайғыңды сейілтеді дейді. Бүкіл адамның жүрегінде қайғысы бар. Дұрыс па? Кім айтады, мен 4 құбылам тең деп біреу айта ала ма? Ешкім айта алмайды. Алла бүкіл пенденің каналдарының бір каналын қысып қойған осылай. Тәкаппарланып кетпес үшін пенделер жердің бетінде. Дұрыс па? Әркімнің өзінің бір кем дүниесі бар. Оны маған айтпауыңыз мүмкін, басқа біреуге тіпті әйеліңізге айтпауыңыз, бірақ не? Ол бар. Әркім өзінің сырын өзі жақсырақ біледі. Енді сол іштегі ауруларды жай емдейтін нәрсе не деп жатыр? Үбәй, сенің ішіңдегі қайғы, қасірет, дертіңнің бәрін салауат емдейді деп жатыр пайғамбар салам. Екінші не? Ва юғфару лака замбук. Алла күнәң бәрін кешіріп жібереді дейді. Дүниелік, айтты ма?
сендердің салауаттарың сендерді тазалайды деді ма пайғамбар? Не жүрегімізді тазалады ма? Болды ғой, жүректің тазалығын арты не керек енді? Рахат, ұйқы, тыныштық, жүрегіңе Алла амандық пен тыныштық, сәкина салып қояды, дүниеде. Ақыретке ше? Юғфару лака замбук деді пайғамбар. Алла күнәң бәрін кешіріп жібереді дейді. Ненің құрметіне? Пайғамбарға айтылған салауаттың құрметіне екен, саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіздер ма? Енді қараңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам имам Ахмад деген хадисінде айтады. Кімде-кім бір күнде 100 рет салауат айтатын болса, дейді. 100 рет. Тым қиын емес, иә? Әр намаздан кейін 20-20-дан бөліп қойыңыз. 3-ақ минутта кетеді. 100 салауат айтады дейді. Кімде-кім 100 салауат айтса бір күнде, Алла оның ақыреттік 70 қажетін дейді. Дүниелік 30 қажетін өтейді дейді. 100 қажетін өтеп береді екен Алла. Ақыреттік ең көбін қаяққа алып қойып тұр? Ең қиын кезеңге алып қойып тұр. Яумус сақ дейді. Ең ауыр күн ол. Адамдардың қабағы түйіліп кетеді, ашылмайды адамдардың қабағы ол күні. Бір-бірінен қашып кетеді. Әке баладан, шеше қызынан, әке шешеңнен туған өзіңнің бауырың, әйел бала шағаң ешкім керек емес деп қашатын күнге 70 қажетті алып қойған. Көрдіңіздер ме? Бәрі қашып кетеді бір күні. Ол күні ешкім, пайғамбарлардың өзі қашып кетеді, сізден білесіз бе? Адам атадан бастап қашып кетеді барлығы. Кім ғана қалады? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ғана қалады екен. Көрдіңіз бе? Сол ғана қалады, болды. Және оған айтылған нелер қалады? Салауаттар. Тіпті ғалымдар кейбір риуаяттарда айтады, әлсіз болса да айтып кетейін. Ана қыл көпір бар ғой, өтетін, дұрыс па? Көпірге иман келтірдік қой сол. Сол көпір, қыл көпір. Содан кімде-кім дүниеде салауат айтса дейді, маған айтылған салауаттар 2 қолтығынан көтеріп алып өтеді дейді. Көзді ашып жұмғанша дейді. Және біреуіне құрбандыққа шалынған малдар деп айтады, дұрыс па? Естігенбіз ондай нәрселер. Ең ауыр күнге сол не береді екен? Пайғамбарға айтылған салауаттар өте көп көмек береді екен. Енді қараңыздар, кімде-кім сол бір салауаты, айтып жатырмын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып жатсыздар ғой, дұрыс па? Енді қараңыздар, кімде-кім бір салауат айтатын болса дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, Алла оған 10 жақсылық істеді деп жазады дейді. Іштің істеген жоқ, сабақта отырсыз тек саллаллаху алейхи уассалам деп қойды, болды. Алла 10 жақсылық істеді деп жазады дейді. 10 күнәсін кешіріп жібереді дейді ананың. 10 дәрежеге көтеріп тастайды дейді. Ал ойлай беріңіз, 100 рет салауат айтсаңыз кетті ғой, күнәлар да кетті, дәреже де кетті, дүние ақыретте көтеріп қояды Алла. Жақсылықтар өзімен өзі жазылып жатыр. Қандай жақсы Алланың бе. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, бір күні үйінен шықты да, үйінің жанындағы баққа кіріп кетті дейді. Абдурахман ибн Ауф деген сахаба айтады, мен бір мәселе сұрайын деп келе жатыр едім дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан. Бір кезде баққа кірген көрдім, дереу мен де артынан кірдім дейді. Кірді де пайғамбар саллаллаху не істеді? Сәждеге құлады дейді. Мен отырым дейді, күтіп тұрады шығар деп. Тұрмайды дейді. Сонымен ойладым, мен өліп кетті ма деп ойладым дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аяғым тәпішкімді сытырлаттым дейді. Бір кезде пайғамбар саллаллаху алейхи сәждеден тұрды да, бұл кім не? Мен ғой Алланың елшісі Абдурахман. Абдурахман не істеп жүрсің? Жай жүрсің ба? Алланың елшісі бір нәрсе сұрайын деп келе жатыр едім, мынау сәжде ұзақ болып кетті ғой, рухыңыз көтеріліп кетті ма деп ойладым дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, ей Абдурахман, баққа кірген бойымда Жабраил алейхиссалам келді маған дейді. Сөйтті де айтты, ей Мұхаммед, разы емессің бе деп айтады дейді. Разы емессің бе? Үмметіңнен кім саған бір рет салауат айтатын болса, Алла оған 10 рет рахымын төгетін болды ғой дейді. Сол сүйінші хабарды Жабраил алейхиссалам алып келген кезде мен не істедім дейді? Сәждеге құлап Аллаға рахмет айтып жатырмын дейді. Аллаға рахмет айтып жатырмын дейді. Қандай бір салауат Алла 10 рахымын төгеді, ана қараңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтылған. Енді бұл көп салауат туралы хадистер деген өте көп. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадис. Ауланнаси би яумал қияма, қиямет күні маған жанымда отырып, ең жақын болып, мен мәжілісімде қасымда отыратын кісілер бар дейді. Кімдер? Актарухум алейя салатан, маған ең көп салауат айтқан кісілер дейді. Дүниеде кім маған ең көп салауат айтса, қиямет күні менің жанымда отырады дейді мәжілісте. Ойбай-ау, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жанында отыру үшін қаншама пайғамбарлар сол кісінің үмметі болғысы келген ғой.
Алла бізге салауат арқылы не істеймін дейді, соны берем деп жатыр Алла Тағала. Қандай рахат, бір ғалымға келіп айтады, жәннат туралы уағыз айтшы деп қоймайды екен. Бар ғой жамағатта не бір адамдар, не туралы айтшы деп андай. Өзінің тақырыптарын айтатын сондай кісілер бар. Сол ғалымға қоймайды дейді шәкірттер, ұстаз жәннат туралы уағыз айтшы, жәннат туралы уағыз айтшы деп барғымыз келіп тұр. Естігісі келіп тұрған қор қызы бірдеңе деген сияқты нәрселер ғой енді. Сонда ғалым айтты дейді, фиха расулулла деп айтты дейді. Ол жерде Алланың елшісі бар дейді, артық уағыз керек па саған дейді. Болды ғой дейді. Жәннатта Алланың елшісі бар, болды. Жәннат туралы уағыз керек па? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бар. Қандай рахат. Сондай Алла дәрежесін көтерген пайғамбардың қасында дүниеде салауатты толтырып, айтып, ертең қасында отырса қандай жақсы. Алла нәсіп етсін баршамызға. Енді айта берсек, бұл өте көп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадистері жаңағы тіпті айтады ғой. Мән тарака салата алейя хатиа тариқал жанна дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Кім маған салауат айту тастап қоятын болса дейді, ана қорқынышты. Маған салауат айтуды тастап қоятын болса, хатиа тариқал жанна, жаннаттың жолынан адасып қапты дейді. Кім салауат тоқтатса, жаннаттың жолынан адасып қапты дейді. Сондықтан жаннатқа апаратын жолдардың бірі пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға айтылған салауаттар екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, пенде қашан салауат айтып отыра береді дейді, оның жанына періштелер келіп, ол кісіге салауат сәлем айтып тұрады дейді, истиғфар айтып тұрады дейді. Не, ол кісі тоқтатып азайтады дейді, не, қойып қояды дейді. Қашанғы айта береді салауатты, ана періштелер не істей береді дейді, анаған салауат айтып тұрады дейді, салауат айтқан кісіге истиғфар айтып салауат айтып тұрады дейді. Пенде өзі тоқтатып азайтып қояды дейді, не, мүлдем қойып тастайды дейді. Қашан қойып тастағанға дейін анау періштелер тоқтамайды дейді, ана қараңыз. Сондай ұлы ғибадат көрдіңіздер ме? Жер бетінде дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, жер бетін кезіп жүретін періштелер бар, сендердің салауатыңды маған жеткізетін дейді. Сахабаларға айтып жатыр. Сендердің салауаттарын жердің бетін кезіп жүріп маған жеткізетін періштелер бар дейді. Соның барлығына менің Алла рухымды қайтарып жауап берем дейді. Сахабалардың біреу сұрайды, Алланың елшісі қалай жауап бересің, шіріп кетесің ғой дейді, мәйіт болып кетесің бе дейді. Алла пайғамбарлардың денесін жерге шіруге харам еткен дейді, мен жауап берем барлығының сәлеміне дейді. Пәленшенің ұлы түгенше сәлем айтып жатыр, Алланың елшісі деп періштелер алып барады сәлемді. Ва алейкассалам ва рахматуллахи ва баракату. Пайғамбар саллаллаху алейхи не істейді? Жауап қайтарады. Қандай рахат. Тіпті екі періштені жаратып қойған дейді пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады. Кім маған салауат айтса, бірінші періште дейді, ғафараллаху ләка деп дұға қылып тұрады дейді, бір салауатқа. Саллаллаху алейхи уассалам жаңағы періштеге сіздің салауатыңыз жеткізіледі. Сонда ана періште не деп айтады дейді, Алла сені кешірсін деп айтады дейді, салауат айтқандығың үшін. Дүниедегі күнәңді кешірсін деген кезде екінші періште бар дейді. Яқулуллаху ва куллу малаикатин амин дейді. Ана екінші періште амин деп айтады дейді. Сол кезде Алла Тағала және оның бүкіл періштелері әмин деп айтады дейді. Мына бірінші періште кешірсін Алла сен деді ғой, екінші періште әмин деп айтады екен. Мынаған жауап беріп жатыр. Бір-бірімен бүйтіп байлап қойған. Оған Алла және оның періштелері тағы да әмин деп қосылады дейді. Болды ғой енді. Алла Тағала әмин, оның періштелері әмин деген, сіз кешірілмегенде кім кешіріледі иншалла. Міне сол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтылған салауаттардың берекет екен. Кім енді 100 салауат ауыр болып кетті ғой ұстаз, бір шамал азайтпайсыз ба деп айтқан адамдар болатын болса, пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады, кім таңертең таң атқан кезде 10 салауат айтып қойса, кешкісін тағы бір 10 салауат айтып қойса маған дейді, онда оған міндетті түрде менің шафағатым нәсіп етіледі дейді. Біраз нәрсе туралы айттық, салауат туралы. Енді ол иншалла айтыла береді, әлде де мәуліт айы ғой енді бұл. Енді бұл мәуліт айында ғана салауат айтып қалған уақытта салауат айтпай деген жоқ. Бұл өмір бақи айтылу керек салауат. Енді өте көп қиссалар, оқиғалар көп. Біздің енді жаңа немізге сабағымыз қайтпай тұрып мына нені айтып кетейін. Суфиян ат-Таури деген үлкен табаға табиғин ғалым бар. Естулеріңіз бар ма? Суфиян ат-Таури деген. Сол кісі енді өзінің заманының ұлы ғалымы ғой енді ол. Сол бір күні қажылықта жүрсе, Қағбаның жанында бір кісі салауат айтып жүр дейді. Саллаллаху алейхи уассалам деп айтады дейді. Бірақ ол жерде сүннет бойынша не айтылу керек? Хамд айту керек қой Аллаға, дұрыс па? Ла илаха иллаллах
вахдаху ла шарик, тәһлил сондай айтылады ғой, сүннет бойынша келген дұғаларда. Мынау салауат айтып жүр дейді да. Мына астында бір гәп бар дейді ғой енді. Бір әңгіме бар бұл жерде. Сөйтіп ана шақырып алады, тауап біткеннен не салауат сенікі? Қағбаң жанында хамд айтпайсың ба Аллаға? Десе, имам дейді, заманыңның заңғар ғұламасы болмағаныңда бұл сырды ешкімге ашпайтын едім дейді да. Бірақ сен сияқты адам сұрап тұрған кезде қалай айтпаймын мен оны дейді. Біз әкеміз екеуміз келе жатқанбыз дейді негізі неге қажылыққа. Жолда әкем қайтыс болып кетті дейді. Әкем өлген бойда беті қап-қара болып кетті дейді, жүзі. Адам өлген бойда жүзі қап-қара болып кетті. Енді бір риуаяттарда оны өсімқорлықпен айналысқан кісі деп айтады. Сонымен ананың бетін көрген кезде бұл жақсылықтың нышаны емес деп мен жыладым дейді. Бетін жауып қойдым да жылап, өксіп, басында жылап отқан кезінде жолдан шаршағанбыз, көзім ілініп кетіп дейді. Бір кезде айналам нұрланып кетті дейді. Айналам нұрланып кетті. Сөйтіп бір кісі келді дейді ғой. Келді де әкемнің бетіндегі матаны ашты да бетін сипады дейді. Қап-қара әкемнің беті нұрлана түсті дейді аяқ астынан. Сөйтті де жаңа кісі қайтадан кетіп бара жатты дейді. Бұл кім? Кімсің сен? Не істеп бара жатсың? Қалайша нұрландырдың әкем бетін? Ана сахибул Құран Мұхаммед ибн Абдилла деп айтыр дейді. Мен Құранмен түскен Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, Абдулланың ұлы Мұхаммедпін деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Әкең сенің өзінің нәпсісіне зұлымдық жасаған кісі еді дейді, яғни көп күнә істеген кісі еді дейді. Бірақ маған салауат айтқандығын ешқашан тоқтатпаған еді дейді. Ұйқыдан өксіп жылап, жаңа нұр жоқ болып кетті дейді. Көзімді ашсам, ана матаны ашық басым, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы әкемнің беті жап-жарық болып нұрланып жатыр дейді. Шынымен де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям істеп кеткен екен, жүзін нұрландырып кеткен екен. Бұл Танбихул ғафилин деген имам Абу Лейс ас-Самарқандидің кітабында келеді бұл хабар. Міне сол пайғамбарға айтылған салауат не істейді деген адамды қандай берекет. Берекет деген ол, ой, ғалымдар деген имам Ибнул Джаузи 43 пайдасын жазған. Одан өтіп кеткен ғалымдар бар. 101 пайдасын жазған. Пайғамбарға айтылған салауаттың пайдасы деген ұшан теңіз. Енді сабақтың орайын сәті келіп тұрған айтып кетіп жатырмын. Енді бізде кететін үлкен бір қате бар. Бұл пайғамбарға салауатты қате айтамыз біз кейде. Дұрыс па? Енді мен ең соңғысын бастайын. Мына жерде 4-ші қатарда жазып қойдым. Көбіміздің айтып жүргеніміз қандай? Былай айтамыз бізде. Мен енді естеймін ғой, енді құлақ бар менде. Пайғамбарға деген кезде саллаллаху алейхи уассалам деп айтады біреулер. Қате айтамыз да, саллаллаху алейхи уассалам деп айтамыз. Ол салауат, қате салауат. Оны жазып қойдым. Қазақшасын жазып қойдым сіздердің айтатындарыңызды. Саллаллаху, ең соңғы 4-ші қараңыздар. Алейхи уассалам деген. Бұл жерде етістік, есім барлығы быт-шыт болып кетті. Дұрыс салауат болмай қалды ол. Көрдіңіздер ма? Салауат дұрыс айтылу үшін мен жоғарыдағы үшеуін келтіріп қойдым. Қайсы бірін айтсаңыз да салауат. Бірінші, саллаллаху алейхи уассалам. Уассалам емес. Уассалам. Саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіздер ма? Салла деген етістік, сәллам деген етістік. Екеуі етістік бірдей болу керек. Ана қазақшасын жазып қойдым. Саллаллаху алейхи уассалам. Уассалам емес. Түсінікті ғой, Екінші салауаттың түрін жаздым. Алейхи салату уассалам. Ол да дұрыс. Қазақшасы алейхи салату уассалам. Бұл дұрыс. Үшіншісі салаватуллахи уассаламуху алейх. Бұл да айтылады халықтың арасында, олай да салауат айтатын адамдар бар. Қазақшасын жазып қойдым. Салаватуллахи уассаламуху алейхи деген. Осы үшеуінің қайсысын айтсаңыздар да дұрыс, 4-ші дұрыс емес. X деп қойдым ана жерде. Қателеріңізді біліп жатсыздар ғой, қай жерде кетіп жатқан, соны мен де біліп, бұдан бұлай дұрыс салауат айтсын деп жазып қойдым. Енді иншалла не істейміз? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға дұрыс салауат айтып үйренеміз.